Serp деген көкеміз. Bus station going, Colombo going, no, Nigambo going, no. Candy, no? Candy, okay, okay. Қазақстанды білмеймін дейді. Қытай ма деп айтатыр бізге. Короче, Шри-Ланкаға келгенімізге где-то 40 минут болды. Бірақ қызықтар бастап кетті. Хамдар жүр ғой. Коломбо мен Канди қалаларының ортасында кетіп бара жатырмыз. Шри-Ланка барлығы санскритке. Шри-ланкалықтардың жазулары ойын салып қойған сияқты. Қалада светофор деген нәрсе жоқ сияқты. Барлығы бордый сол өтіп жатыр. Шри-Ланкада жол оң жағында, яғни Қазақстандағыдай емес, жолдың теріс жағында жүреді. Сондықтан негізі көлікті арендаға алады деген алмаған және аламайтын да едік, біздің права сәйкес келмейді екен. Коломбо мен Канди қаласының арасы 100 қанша километр? 120 ма? 150 километр. Автобустың құны бір адамға 300 теңге. Кешкі Канди қаласы. Біз туктамыз. Ертең тук-тук ұстап көрсем қандай екен. Қайырлы таң, біз Кандидамыз. Ана тачканы қараш. Деп кәдімгі түсіп келе жатырық таңғы 5-те. Қазір Сигирияға барамыз. Мына жерде овощ фрукт сатады екен, қазір көрсетемін. Біз Канди қаласынан Дамбула қаласына барайын деп жатырмыз. Дамбула қаласынан Сигирияға барамыз. Бір айта кететіні, бұл жерде автобустар көп жүреді. Бірақ автобустар бағаны сенің түріңе қарап айтады. Кәдімгідей ойланады, бүйтіп қарап тұрғанда 500 дейді, короче. Сондықтан негізі интернеттен қарап бағаларын өздеріңіз біліп айтсаңыздар, олар кішкене не қылады, түседі. Автобустардан міндетті түрде өздерінің әндерін қосып қойған. Бәрі Болливуд фильмдер сияқты. Сигирияға келіп жетіп қалдық. Қазір билет аламыз. Сигирияға билет алуға очередь кезек. Жаңызды каньон қаласында кезек жасап. Сигирияға әлемнің әр түрлі жерлерден келген туристер кезекте тұр. Кассада дегендер портта. Біздің тілмен айтқанда экопостта. Сигирияға жақындап келе жатырмыз. Қазір көтерілеміз. 370 метр дейді. Қалайсың, не істеп жатсың? Адам өте көп, өте. Негізі 8:30-да ашылады, біз сағат 9-да келдік па? Соның өзінде адам көп. Мына кісілер
Германиядан келген сияқты бағана немісше сөйлеп жатқан. Дәл осындай жол жасаған. Сирияға көтерілуге. Адамдарға қиын болмасын деп. Чарльз Дарвиннің пайымдауынша, видео түсіріп тұрған адамдар кезінде маймыл болған. Здесь как раз будем спускаться на гору. Мамырдың айлы түні кеудемесіңді көк шөптің түтіні болу керек еді мен бір күні болса жүргенімде бір күліп күйдіріп алма қолыңды ыстық болады жүрек ұмытпасаң жолыңды. Біз Сигириядан түстік. Сигирия көрінбейді уже. Ладно. Қалай болды, ұнады ма? Я надо уйти. Уйти надо. Болды, осылай. Дым фантазиясы жоқ адам. Осы айта бер. Нет, это стоит своих денег. Безусловно, сюда нужно прийти, потратить свои силы, время. И Сколько стоит вход? на выносливость нужно Кіру сюда қанша проверить. тұрады? $30 стоит вход, $30 адам басына. Немесе 5700 рупий. Қалай келуге болады? Біз Дамбуладан Сигирияға тук-тукпен келдік. 20 минутта жеттік. 800 рупийге шығады. 800 рупий деген қанша теңге? Ну, екіде бір курс, енді екі есе көбесе қойлы, 1600 Так, ал вообще не істеватсыңдар? Ты самый сладкий шоколад, и между нами махаббат. Меткун Чакраборти. Шаршадың ба? No.